51-ші жаттығу мәтінді тыңда. Таңертең ерте оянып, тысқа шықтым. Шығыс жақ қызыл шапақ шашып тұр. Сүрлеумен өзенге қарай жүгірдім. Кеше кешкісін қармақ құрып кеткенбіз. Келсем жағада бір аққу қанатымен суды сабалап ұша алмай жүр. Қармақ аяғына ілініп қалыпты. Жалма-жан жейдемді шешіп тастап, аққудың қасына малтып жеттім. Аққуды суды сабалап сыңсыды. Аузын ашып айбат шекті. Аяғынан ұстадым да қармақтан босаттым. Бір саңқ кетті де арғы беттегі жасыл құрақтың ішінде қиқу салып, мұны тосып жүрген серігіне барып қосылды. Өзен жағасын әнге бөлеп, аққулар аспанға көтерілді. Тыңдалған мәтін бойынша баланың әрекетіне өз пікіріңді білдір. Бізге ата-аналарымыз айтатын: аққуды атпа, досыңды сатпа деп. Сондықтан да аққу адамдардың досы. Сондай-ақ киелі құстар қатарына жатады. Баланың қармақ қойғаны дұрыс болмады, бірақ аққуды құтқарғаны өте орынды іс-әрекет болды. 52-ші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Халық аққуды киелі құс деп есептейді. Аққуды қармақтан босаттым. Аққулар өзен жағасын әнге бөледі. Табыс септігіндегі сөздерді тап. Табыс септігіндегі сөз аққуды. Сұрақ нені сұрағы қойылады. Ал жалғау жалғауы жалғанады. Есіңде сақта. Табыс септігіндегі зат есімдер кімді, нені, кімдерді, нелерді деген сұрақтарға жауап береді. Табыс септігі атау септігіндегі сөзге н, н, д, д, т, т жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды табыс септік жалғаулары деп атайды. 53-ші жаттығу: сөздерді оқып топта. Сөздерді қандай белгісіне қарап топтастырдың? Топтардың бір-біріне айырмашылығын түсіндір. Бұл сөздерді сұрақ қою арқылы топтастырамыз. Атау септігінде тұрған сөздер жанартау, эколог, от, су. Сұрақтары кім, не. Ілік септігіндегі тұрған сөздер найзағайдың, күннің. Сұрақтары кімнің, ненің. Барыс септігіндегі тұрған сөздер әжеге, атама. Сұрақтары кімді, нені. Табыс септігіндегі тұрған сөздер ұшқышты, желді, бағбанды, даласын. Сұрақтары кімді, нені. 54-ші жаттығу: берілген сөздерге табыс септік жалғауын қосып сөйлем құрап жаз. Құс, су, күн, өсімдік. Берілген сөздерге табыс септігі жалғауларын қосып көрейік. Құсты, суды, күнді, өсімдікті. Ал енді осы сөздерден сөйлем құрайық. Ешқашан құсты атуға болмайды. Суды ысырап қылуға болмайды. Уақытымызды үнемдеу үшін әр күнді жоспарлау керекпіз. Өсіп тұрған өсімдікті ешқашан жұлуға болмайды. 55-ші жаттығу: мақал-мәтелді оқып табыс септігіндегі сөздерді жаз. Айдындағы аққуды ақылды мерген атпайды. Шеге тағаны сақтайды, таға тұлпарды сақтайды. Табыс септігіндегі сөз сөйлемнің қай мүшесі болып тұрған анықтап бір-біріңе түсіндіріңдер. Табыс септігіндегі сөздер аққуды, тағаны, тұлпарды. Табыс септігіндегі аққуды, тағаны, тұлпарды сөздері сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр.